Қой есіміз? Менің есімім Смолин Николай. Мен осы Қарқаралы қаласында дүниеге келдім. Осында тұрамын. Қазіргі таңда мен Қарқаралы аудан білім бөлімінде қызметімді атқарамын. Алғашқы әскери және технологиялық дайындық пен дене шынықтыру пән мұғалімдерінің әдіскерімін. Қазіргі таңда осында тұрамын. Осындай сұлу, қасиетті, табиғатты жерде тұрамын. Біздің қаламыз Қарқаралы қаласы. Қарқаралы қаласының негізінде тарихы өте бай. Ол Қарқаралы қаласы 1824 жылдан бері тарихы алып отыр. Қаланған, 1824 жылы салынған. Яғни, өздеріңіз білесіздер, бізде осы Қарқаралыда биыл жылы жаңа мешіт ашылды. Одан кейін Қарқаралы тарих толқынында деген тақырыбымен біздің Қарқаралы қаласында биыл жылы 200 жылдық тойлап өтуде. 24 жылы, да? 1824. Тура 200 жыл өтті. 200 жыл өтті. Біз қазір кезде қай жерде тұрмыз? Қазіргі кезде біз реабилитационный центрда тұрмыз. Осында емделуге кісілер келеді, үлкен кісілер. Яғни пенсияда алатын сырқатта жүрген адамдар. Мына жақта ар жаққа өтсеңіз, Берлога деген демалыс үйі бар. Одан әрі қарай Шайтангөлге. Әйгілі Шайтангөл, да? Әйгілі. Бізге бәрімізге біз естідік сол Шайтангөл жайында. Шайтангөлге 8 километрдай болады. Биікке көтерілу керек. Шайтангөлді жақсы білесің бе? Жақсы білемін. Неге Шайтангөл деп аталды? Шайтангөл өйткені жаңағындай оның тереңдігі несі жоқ. Тереңдігі жоқ, ешкім білмейді. Оны ешкім білмейді. Мүмкін емес, да? Тереңдігі. Бірақ 1903 жылда ол жерге имамдар қонуға барған. Сондай бірдеңе естіді, бірақ ол шын ба, шын емес па, ол аңыз сияқты ғой. Миф. Яғни осында аңызды білем. Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров жаңағындай көлге түскен кезінде жаңағындай түскен сол көлге, Шайтангөлге. Одан кейін өз ауылына барып, өз қалана барып, оның жаңағындай денеде бірдеңе шықты, аллергия сияқты. Одан кейін түсіне аян кіреді. Бір ақсақал келеді. Сол Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіровке айтады: сен неге маған ассалаумағалейкум деп айтпадың деп. Яғни сол кісі оралады сол жерге, Шайтангөлге шомылады, жаңағындай сол жерде амандасып, яғни сол аллергиясы кетеді екен. Осындай аңыз бар. Аңыз бар. Қарқаралы газетінде оқыдым өзім. Шынында сондай болған. Рас па, рас емес па? Яғни болған. Ол кісінің өзінің несі ғой. Енді біз жалпы Қарқаралының тарихы жайында жаңа естідік. Жаңа Қарқаралы петициясы кезінде алғашқы 3 арыс ескерткішті көрдік, осыған арналған. Оған дейінгі мынау Бұхар елі дейді, Бұхар жырау. Содан кейін көп нелер бар екен. Табиғат әрине сұлу, әдемі. Енді сіздер өзіңіз осы жерде туып өстіңіз ғой, иә? Әке шешеңіз осы жақта туып өсті, иә? Шешем осында өсті, иә. Бірақ әкем өзі молодежныйда өскен. Сол жақта. Әкем өзі Осакаровкада, иә. Әкем сонда өсті. Поселок Родниковский деген жер бар. Ол жерде молодежный қасында. Сол жерден өзі болады. Қандай атақты белгілі азаматтар шықты осы соңғы ғасырда Қарқаралы жерден? Қарқаралы жерінен Тоқтар Әубәкіров. Тоқтар Әубәкіровтың ең бірінші тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров. Одан кейін мына жерде Сеңгібай Батыр деген, иә? Сеңгібай Батыр. Бұл туралы ақпарат білесіз ба? Кім? Сеңгібай Батыр енді көп айта алмаймын, бірақ жаңағындай жоңғарлармен күрескен. Сол 17 ғасырда жоңғарлармен күрескен батырымыз. Сеңгібай батырымыз.
одан кейін осы жақтан шыққан ең бірінші жаңағындай царский армия дейді ғой, соның бас қолбасшысы болған Корнилов шыққан осы жақтан, Қарқаралыдан өзінен. Енді Николай, енді біз тарихқа үңілмей енді қазіргі неге оралайық. Өзіңізді жаңа таныстырып өттіңіз, мектеп білім беру саласында қызмет жасап жатсыз, иә? Біліміңіз осы салада ғой, және әскери дайындық дедіңіз, иә? Алғашқы әскери және технологиялық дайындық. Енді сіз көп осы Қарқаралы ауданында көп ауылды елді мекендер аралап жүрсіз, мектептерді бақылап, қадағалап. Жалпы ауданда қанша мектеп бар қазір? Ауданда 40 мектеп бар. Әрбір елді мекенде бар, иә? Әлде бізде нақты айта алмаймын, 11 ма 12 округ бар. Сол округтардың өзінде үлкен ауылдар бар. Сол орта мектептер бар, одан кейін негізгі және бастауыш мектептер бар. Енді осы жаңа салаға көшіп нетсек, әскери дайындық саласы енді бөлек қой, оған арнайы адамдар дайындалу керек, иә, маманды. Жалпы мамандар жеткілікті ма осы? Қандай мәселелер бар? Мүмкін жастарды тарту, басқа да бағдарламаларды іске асырасыздар ма? Қандай мүмкіндіктер қазір жасалған осы тұрғысынан? Яғни мамандар қазір алғашқы әскери технологиялық дайындықтан мамандар жеткілікті ауданымызда. Басқа пәндерді айта алмаймын, басқа пәндерден жеткіліксіз шынында. Бұрынғы кезде бізде жаңа алғашқы әскери дайындықты көбінесе физикадан беретін мұғалім, немесе дене шынықтырудан беретін мұғалім, солар қосымша сағатпен берген. Қазіргі жағдайда солай ма, әлде арнайы маман оқытылып, иә, әскери дайындықпен? Иә, арнайы маман оқытылып, яғни қазіргі жағдайда нақты оқыған дипломмен келу керек, соған сәйкес болу керек. Немесе курс аяқтаған, иә? Жоқ, қазір курс аяқтаған болмайды, дипломмен ғана қабылдайды. Дене шынықтыру да солай? Дене шынықтыру және алғашқы әскери және технологиялық дайындық. Немесе алғашқы әскери және технологиялық дайындық. Сол мамандық. Яғни бізде бір асырып атқан жобалар, республикалық жас сарбазды білесіздер. Уже яғни 3 жыл болды, 4-ші жыл болды. 3 жыл бізде бір сынып оқыды. Әлімхан Ермеков атындағы Қарқаралы қаласындағы нөмір 2-ші жалпы білім беретін мектебінде бір сыныпты біз шығардық. Яғни кадетский сынып ашылып, сол енді балалар 6-шы сыныптан бастап, яғни уже алғашқы әскери және технологиялық дайындықты өтіп жатыр. 6-шы сыныптан бастап оларда сондай сабақ бар, да? Иә, сабақ бар. Әлде ол қосымша білім беру ма? Жас сарбаз. Жас сарбаз ол әскери патриоттық қозғалысы. Яғни мына сіздер естіген шығарсыз. Осы айбын деген ойындар өтті. Бүкіл жаңағыдай Қарағанды облысының мысалы жас сарбаздары сол халықаралық деңгейде бірінші орын алған осы жолы. Жалпы осы алғашқы әскери дайындық болсын, жас сарбаз болсын, жалпы орта білім беру жүйесі осы әскери дайындықтан дайындалған маман, мысалы, әскерге дайын адам не білу керек, не жасау білу керек? Жаңағы енді түсінікті, әскерге барған адам енді көп нәрсе үйренеді ғой, ал енді мектеп не бере алады екен? Мысалы қазіргі кезде мысалы мылтық ұстаудан бастап, немесе жаңағы дисциплина, саптық дайындық. Енді қандай нелерді? Ең бастысы бұл тәртіп. Балаларда бірінші тәртіп болу керек. Өйткені сіздер де әскерде болған шығарсыз. Енді ол жерде бүкіл тәртіппен, одан кейін сол бүкіл жарғыларды білу керек. Мен мысалы әскерге барғанда, яғни жаңағындай сол сабақтар мен есіме түсетін. Бізге мұғалім айтатын, осы дневальный, часовой деген соның бәрін оқыңдар. Біз ол кезінде оқымадық. Сол жаққа барғанда бізге уже жаңағында көзімізге түсті бүкіл. Автоматты бұзып жинақтауда, пневматикалық винтовкадан атуда, ол бүкіл жаңағындай саптық дайындық, соны айтсақ, тактикалық дайындық, окопты қазуға,
оны біз мысалы жаңағындай кітапты ашқан кезде толықтай оқымадық, оны ұмытқанбыз. Бірақ бізге ең керек нәрсе жаңағындай. Одан кейін кейбір балалар бар, олар әскери оқу орындарына түседі. Ең керегі соларға жаңағындай ең керегі Нацгвардия, кадетский корпус, сондай оқушыларға ең керегі сол. Көруге, демалуға мысалы, Қарағандыдан болсын, Астанадан болсын, басқа жерден. Көбі мынау Түркияға, Дубайға бар, шетелге барады, бірақ өзіміздегі табиғатты, әсем табиғатты көріп, осында демалып, сондай насихаттауды неге қолға алмаймыз, немесе не істеу керек деп ойлайсыз бірінші осы саланы дамыту үшін, мысалы, өзіңіз осы қаланың тұрғыны ретінде, тумасы ретінде? Саланы дамыту үшін бірінші инфраструктура керек. Енді Алла қаласа, қазір бізде енді көріп жатсыздар ғой, қазір Қарқаралыда мысалы платинаны жасады, жай-жайдан жолды жасап жатыр. Ең бастысы жол мәселесі. Яғни жақсы жол болса, бізге көп туристер келу мүмкін. Одан кейін жаңағындай Шайтанкөл базалары, солар бәрі жасалады деп ойлаймын. Олар жасалып жатыр, оны көріп жатырмыз бәріміз. Сол бүкіл инфраструктурасы жақсы болса, жасалса, одан кейін бізге көп туристер тартылады деп ойлаймын. Енді ойым осындай өзім. Көп қонақ үйлер керек, көп сервис жасау. Мүмкін егер мүмкін болса, жеке аэропорт болу керек сияқты, қаланың өзін дамытуы. Жаңағы біздің Астанада отырған адамдар мысалы Қарқаралыны білет, примерно Бурабай, Баянауыл сияқты, Шайтанкөл сынықты, енді тағы да бір нәрсе бар шығар, мысалы, біз білмейтін нәрселер. Енді біздің Қарқаралыда өте жақсы жерлер көп. Негізінде, мысалы, кіре берістен 9-шы километрдан бастап, уже Қарқабат ананың ескерткіштен бастап, одан кейін сіз, яғни, сол жаққа, Тасбұлақ жаққа өтіп, сол жақтан Үшүңгірді көруге болады. Бұрынғы ежелгі ең бірінші адамдар тұрған жерлері, сол Үшүңгір жерлері көруге болады. Ол жаққа кіргізе ма қазір барса? Үлкен палата. Үшүңгір жаққа кіруге болады. Ол жақын негізінде. Соған өтуге болады. Одан кейін үлкен көл жағы, Шахтер, Каскад бар бізде, Шайтанкөл, одан кейін үлкен палатасы бар осы орманда. Яғни баратын жер көп, Баратын жер көп, яғни. Одан кейін Кімасар жері, Комиссаровка дейді, оның негізінде оның шын аты Кімасар деген. Одан кейін Жирен Сақал пик бар бізде. Ол ең биік пик. Осы Сарыарқада ең биік пик Жирен Сақал. Бұрында оны пик Комсомола деп атайтын. Неше метр биіктігі? 1504 метр. Биіктігі, Өздерің шықтыңдар ма? Оның ең басында шыққан жоқ, біз оның ең басында 30 метрдай пик бар, оған уже снаряжение керек. Альпинистер келет шығар енді? Біздің жас туристер станциясының балалары соған мінген. 30 деген мынандай бола ма? Жоқ, одан көп. Көп, одан көп. Жас сарбаз жаңағы ұйым сіздер енді дайындық осы таулы жерлерде көп өткізетін шығарсыздар, балаларды жаңағы? Жас сарбазды тауға апарамыз, яғни әскери топография деген сабақ бар. Сол сабақтан компаспен қалай жүру керек, ориентирование на местности дейді ғой. Сол компаспен қалай жүру керек, соның бәрін балаларға көрсетеміз. Қандай сиқыр басқа көп адамдарға өткені білесіз? Қазақ тілінде жаңағы өзге ұлттар, орыс, басқа да ұлттар көп сөйлейді енді, бірақ көбі білмейді, мысалы, сіз сияқты мысалы ашық түрде айтып отырған. Қайдан үйрендіңіз жалпы қазақ тілін? Ешқандай сиқыр жоқ. Енді мен туғаннан басынан бастап Қарқаралыда тұрамын. Қарқаралы жеріміз енді қазақи жері, өте көп достарым қазақтар. Мен өзімді, яғни қазір толықта орыс деп санамаймын өзімді, өзім қазақ деп санаймын. Осылай тәрбиелендім. Қазақ халқының салт дәстүрлерін қолдаймын әрқашанда. Қолданамыз, ұстанамыз.
мысалы бауырсақ пісіреміз, енді тағамдардан бастайық. Бауырсақ пісіреміз, бала кезінен асық ойнаймыз. Одан кейін тағамдардан енді айтуға болады, тағы да бешбармақ жасаймыз, шелпек жасаймыз, соның бәрін. Бойдақсың ба? Жоқ, бойдақ емеспін. Үйлендім. Келін қайда? Үйлендім. Ошақтан, Қарқаралыдан. Кім есімі? Маргарита. Маргарита ойында. Ол мектепте оқыды, солай таныстық. Оқығанда Ол мектепте жұмыс істейді, мұғалім болып. Солай таныстық. Қазақша біледі. Оған қалмал берді ма? Аса сөйлемейді. Қалмал берді ма? Жоқ, онда ешқандай не болған жоқ. Бесплатно. Оның несі бар? Приданный дейді ғой, қыз жақтан. Қыз жақтан бар, бізде помолвка болған, помолвка. Кішкентайлар бар ғой? Бар, иә, дочам бар. Бір балам бар. Иә, қызым бар. Бала дүниеге келгенде қандай жалпы қазақтың дәстүрлерін жасадыңыздар, жалпы бесікке салу, шілдехана, қырқынан шығару деген? Иә, 40-нан шығару жасадық. Садикке барады ғой бала? Балабақшаға барған, содан кейін. Отпуске кетіп қалды. Иә. Үйленген кезде енді білесіз, қазақтың тойы, иә? Енді өзіңіз болған шығарсыз, жалпы өзіңіздің тойларыңыз қалай өтті, жалпы дәстүрлер қаншалықты қазақтың дәстүрімен ұқсас болды, или жалпы қазақтың дәстүрі ма, қалай жалпы? Өрекке билеп өттіңіздер ме? Құдалық дейді. Қалай айтуға? Жалпы тойларыңыз қалай өтті жалпы? Жақсы өтті. Қанша адам келді? Тойыңыз? Бірақ орысша өтті ол тойымыз. Тойымыз орысша өтті. Аз адам келді. Иә, аз адам келді, иә. Аз жасадық, 60 адамдай болды.